колледжінің мұғалімімін. Есімім Берікбаева Айнұр Сәбитжанқызы. Мен математика пәнінің мұғалімімін. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз анықталған интеграл және Ньютон-Лейбниц формуласы. Жалпы біз бұл сабақта анықталған интеграл мен анықталмаған интегралды ажыратып үйренеміз, және де Ньютон-Лейбниц формуласын пайдалану арқылы есептер шығарып үйренеміз. Жалпы сабақтың мақсаты анықталған интеграл және оны есептеу үшін қолданатын Ньютон-Лейбниц формуласын қолдануды жетік меңгеру. Екінші, Ньютон-Лейбниц формуласын пайдаланып есептер шығару. Үшінші, анықталған интегралды анықталмаған ажырата білу. Енді бірінші сабағымызға кіріспес бұрын өткен сабаққа кішкене шолу жасайық. Өткен сабақта біз алғашқы функция мен анықталмаған интеграл тақырыбын өткен болатынбыз. Анықталмаған интеграл дегеніміз не? Осы сұраққа жауапты дәптерлеріңізге түртіп қойыңыздар. Сосын мен тексеретін боламын. Анықталған интеграл f от x функциясының барлық алғашқы функцияларының жалпы түрін, яғни f от x қосылған s өрнегін, осы функцияның анықталмаған интегралы деп аталады. Келесі сұрақ. Интеграл таңбасы қалай белгіленеді, қалай жазылады? Интегралдың өзінің белгіленуі бар, туындының да өзінің белгіленуі бар. Қосудың, алудың кез келген математикадағы кез келген амалдың өзінің белгілі бір белгіленуі бар. Сол секілді интегралдың да өзінің белгіленуі бар. Ол біздің латын әрпінің сумма деген әрпінің бірінші әрпі s деген. Сумма дегеніміз ол қосынды, сумма деп барлығын жазып жатпай, тек қана s деген әрпін ғана ала салған. Келесі сұрақ. Интегралдаудағы кері амал. Мысалы, қосуға кері амал алу болса, бөлуге көбейту болса, сол секілді интеграл амалына да бізде кері амал бар екен. Ол амалдың аты бізде, дұрыс айтасыздар, дифференциалдау. Дегеніміз ол туынды алу деген сөз. Егер алғашқы функция тауып жатқан кезімізде, функцияны тапқаннан кейін біз сол алғашқы функциядан туынды алсақ, біздің бірінші кездегі берілген функциямыздың өзі шығу керек. Біз солай оны тексере аламыз. Келесі сұрақ. Алғашқы функция дегеніміз не? Алғашқы функция ол кез келген x жиынында өзгеретін x функциясы үшін теңдігі орындалса, онда f от x функциясы осы жиынның f от x функциясының алғашқы функциясы деп аталады. Яғни үлкен f пен x-іміз біздің алғашқы функцияның белгіленуі. Келесі сұрағымыз. Енді біз өткен сабақта алғашқы функцияны табудың бірнеше формулаларын өткен болатынбыз. Оның біріншісі дәреже түріндегі формулалар, екінші аралас формулалар және тригонометриялық формулаларды алғашқы функцияларын табуды үйренген болатынбыз. Енді біз әр шықтан бір сұрақтан қойып шығайын, сосын біз ары қарай келесі өзіміздің жаңа сабағымызға көшеміз. Дәреже түріндегі үшінші яшықты таңдаймыз. Үшінші яшықта бір бөлінген түбір асты n дәреже x, түбір астында x алғашқы функциясы не? Алғашқы функциясы бұның кім жауап береді? Енді тексереміз. Оның алғашқы функциясы бізде n бөлінген n-1, x-тің n-1 қосылған s. Егер сіздер осы сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, сіздер 3 ұпайға ие боласыздар. Келесі сұрақ. Енді араластан біреуін қояйық. Араластан, давайте 2 ұпайлық яшықты таңдайық. Таңдағанда a-ны x дәрежесінің алғашқы функциясы. Оның алғашқы функциясын дәптерлерімізге жазамыз. Енді оның алғашқы функциясы ax бөлінген ln a қосылған
S. Егер де сіздің формулаңыз дәл осындай болатын болса, сіз 2 ұпайға ие болдыңыз. Келесі. Енді тригонометриялық функциялардың ішінен 3 ұпайлық ұяшықты таңдаймыз. Тангенс x dx-тің алғашқы функциясы қалай аталады? Қалай табылады? Кішкене уақыт берейін сіздерге. Енді тангенс x dx-тің алғашқы функциясы минус ln модульдің ішінде косинус x қосылған c. Егер де сіз бұл сұраққа да дұрыс жауап берсеңіз, сіз 1 ұпайға ие болдыңыз. Енді ары қарай біз жаңа тақырыбымызға көшейік. Жаңа тақырып бізде анықталған интеграл деді. Анықталған интегралда біз өткенімізде мынандай сұрақтарға жауап береміз. Анықталған интегралмен танысамыз, анықталған интегралдың қасиеттерімен танысамыз және Ньютон-Лейбниц формуласын пайдаланып есептер шығаруды үйренеміз. Интеграл жалпы өзі интеграл дегеніміз жалпы анықталған интегралдың геометриямен байланысы өте тығыз. Ол интеграл дегеніміз ол ауданды табу, бір қисық сызықтың ауданын табу. Қисық сызықтың ауданын табу дегенді білдіреді. Ол интеграл анықталған және анықталмаған болып бөлінеді. Анықталған интеграл мен анықталмаған интегралдың арасындағы айырмашылық екеуінің шегінде. Анықталмаған интегралда шек берілмейді, а және в шегі беріледі. Екеуінің арасындағы айырмашылық сол ғана. Келесі. Интеграл дегеніміз жалпы не? Кесіп трапецияға ішке сызылған вектор бұрыштар аудандарының қосындысы. Ол сумма деген әріптің S-тің өзгертілген түрі, кішкене созыңқы болған түрі. Символмен Лейбниц 1675 жылы енгізген. Сумма дегеніміз ол қосынды, бүкіл функциялардың, бүкіл ішіндегі сандардың қосындысы сумма деп атаймыз. Бұл белгілі әріпінің өзгерген түрі. Интеграл деген сөздің өзі Бернулли 1690 жылы ойлап шығарған. Латынның интегро сөзіне сәйкес келеді екен. Оның мағынасы бұрынғы қалпына түсіру, орнына келтіру деген мағынаны білдіреді екен. Егер де біз интегралды есептейтін кезде біз ең алғашқы істейтін амалымыз ол біздің оның алғашқы функциясын тапамыз. Сонда интеграл тұрған жерде біз алғашқы функциясын тапқанымыз үшін ол бұрынғы қалпына келтіру деген мағынаға сыяды екен. Ары қарай анықталған интеграл дегеніміз не? А және В кесіндісінде үздіксіз кез келген f функциясы үшін Sn шамасын n шексіз жағдайда қандай да бір санға ұмтылады. Бұл сандағы f функциясының A-дан V-ға дейін анықталған интегралы деп аталады. Жалпы түсінікті тілмен анықталған интеграл дегеніміз ол қисық сызықты трапецияның или кез келген қисық сызықтың шегі беріледі. Сол шегіндегі ауданы есептеу болып табылады. А және В шегіндегі қисық сызықтың ауданы. Анықталған интегралды былай белгілейміз. Бұл бізде анықталған интегралдың белгісі. Интеграл белгісі төменгі шек және жоғарғы шек. Және dx. Мұндағы А бізде А мен В сандардың интегралдың шектері, А интегралдың төменгі шегі, В интегралдың жоғарғы шегі, интеграл белгісі, сумманың түзілімі түрі. Келесі бізде f от x интеграл астындағы функция, x интегралдау айнымалысы деп аталады. Айнымалы дегеніміз, сіздер білесіздер, айнымалы дегеніміз ол кез келген санды қабылдай алатын әріп. Ол бізде айнымалы сол үшін.
Ары қарай Ньютон-Лейбниц формуласы. Ньютон-Лейбниц формуласы бұл Ньютон және Лейбниц деген екі адам ойлап тапқан, және де сол екеуінің атына берілген функция. Ешқашан шатастырмаңыздар, Ньютон-Лейбниц деген бір адам емес. Енді қараңыздар, Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша бізде интеграл берілген, олардың шегі, төменгі шегі А және шегі берілген, функция берілген, және осы функцияны бірінші біз алғашқы функциясын табамыз, және сол x айнымалысының орнына бірінші v-ны қоямыз, екінші a-ны қойып бірін-бірінен алып тастаймыз. Сол кезде бізде анықталған интегралдың мәні шығады екен. Қазір есеп шығару барысында толық түсінетін боласыңдар. Ары қарай кеттік. Енді анықталған интегралдың қасиеттері. Анықталған интегралда жоғарғы шегі де төменгі шегі де бірдей санға тең болатын болса, онда біздің анықталған интегралымыздың мәні нөлге тең екен. Егер мына жерде 4 болатын болса, онда біздің анықталған интеграл автоматты түрде 0 деп жазсаңыздар болады. Енді келесі бір қасиеті. Анықталған интегралдың ішінде минус таңбасы тұратын болса, онда біз оны интегралдың сыртына шығарып жаза алады екенбіз. Сол секілді коэффициент, егер де функцияның алдында сан тұратын болса, коэффициент дегеніміз ол сан тұратын болса, біз сол коэффициентті интегралдың сыртына шығарып жіберсек болады екен. Енді келесі бізде егер де екі функция берілсе және олар қосып алынып тұрса, біз әр функциядан жеке интегралдап, жеке алғашқы функция алып, жеке а мен v-ны қойып, Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша шығарады екенбіз. Ары қарай анықталған интегралды есептеу әдістері. 4 әдісі бар екен, интегралды қосындылар арқылы есептеу. Ол біздің жаңағы 4-ші қасиетімізге сәйкес келеді. Ньютон-Лейбниц формуласы арқылы. Ньютон-Лейбниц формуласы почти что барлық жерде қолданады. 3-ші айнымалы алмастыру әдісі. Жаңа айнымалы енгізу арқылы да біз интегралды есептеп шығарсақ болады екен. Бөліктеп интегралдау әдісі. Мысалы, бірнеше функция берілсе, әр функцияны жеке интегралдап есепті шығарсақ болады. Енді анықталған интегралдың геометриямен тығыз байланысты дедік. Яғни жазық фигураның ауданын есептеуде қолдансақ болады. Параметрлік теңдеуімен берілген қисықпен қоршаған фигураның ауданын есептеуде, дененің көлемін есептеуде біз анықталған интегралды қолданамыз. Енді сіздерге жалпы мысалдарды түсіндірейін. Бірінші мысалда бізде анықталған интеграл берілген. Не үшін анықталған? Өйткені бізде төменгі шек пен жоғарғы шегі бар. Енді біз ең бірінші не істейміз? Ең бірінші біз функциядан алғашқы функция тауып аламыз. Сіздер білетіндей x-тің n дәрежесінің формуласы арқылы x-тің n дәрежесі қосылған 1, бөлінген n қосылған 1. Сонда x-ға n-нің орнына бізде 3 тұр, 3-ке 1-ді қоссаң 4, бөлінген 4. Бізде төменгі жақша жазамыз, төменгі шек пен жоғарғы шекті жазамыз. Енді x айнымалысының орнына бірінші 2-ні қоямыз, v-ның орнында тұрған сан, екінші 0-ді қойып, бірін-бірінен алып тастаймыз. Сол кезде бізде функцияның мәні шығады. Ол бізде 4-ке тең. Енді сол секілді бізде тригонометриялық функциялардың алғашқы функциясы бар екен. Синус x-тің алғашқы функциясы минус косинус x, төменгі шегі 0-ге тең, жоғарғы шегі пи-ге тең. Бірінші x-тің орнына пи-ді жазамыз, сосын кейін x-тің орнына 0 градусты қоямыз. Неге мына жерде таңба өзгерді десеңіздер, мына жерде минус еді, косинустың өзінің минусы бар, екеуі қосылып, бізге плюс 10 таңба береді.
Косинус 180 градуста 1-ге тең. Косинус тек қана оң санды қабылданатын алдындағы минусы бізде автоматты түрде жоқ болып кетеді. Косинус 0 градуста 1-ге тең, 1-ге 1-ді қоссақ 2 екен. Ары қарай кеттік. Енді бізде алғашқы функция берілген, интеграл таңбасының ішіндегі функцияның алғашқы функцияларының бірі. Мұнда бізде алғашқы функция. Енді бұл алғашқы функцияны біз алғашқы функцияға кері амал дифференциалдау дейді, яғни туынды алу. Егер де біз мынау 3x-тің кубы минус 12x қосылған 16-дан туынды алатын болсақ, біздің алғашқы функциямыз шығады екен. Енді бұдан туынды алу үшін x-тің n дәрежесі деген формуланы қолданамыз. x-тің n дәрежесі n алдына түседі, көбейтілген n-ге дәрежесі 1-ге келмейді. Сонда бізде шығады 3-ті 3-ге көбейтсек 9x екен, минус 24 қосылған 16. X-тің туындысы бізде 1-ге тең. Ары қарай бізде төменгі шекпен жоғарғы шек берілген. Ары қарай біз алғашқы функциясын табамыз. Орындарын а мен в-ның орнына қойып, Ньютон-Лейбництің формуласын пайдаланып 38 деген мән аламыз. Сонда біздің есебіміздің жауабы 38-ге тең. Енді dt бөлінген түпірасты x тең неге теңдеуін шешейік. Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша анықталған интегралдың өрнегін табамыз. Анықталған интеграл, сонда мына жерде бізде 1 бөлінген түпірасты x дегенге сәйкес келіп тұр. Алғашқы функциясы бізде 2 түпірасты x, бізде x орнында т болғандықтан біз т деп жаздық. Енді айнымалының орнына 4-ті бірінші қоямыз, одан кейін x-ті қойып шығарамыз. Енді қараймыз, түпірас т-ның орнына 4-ті қоямыз, минус 2 т-ның орнына x-ті қоямыз. Сонда бізде 4-дің түпірасты 2 шығады, 2-ні көбейтсек 4, минус 2 түпірасты x. Енді берілген теңдеу былай жазамыз дейді. 4 минус 2 түпірасты x тең 2-ге. Неге 2-ге? Өйткені бізде берілгенде 2 тұр. Немесе түпірасты x тең 1-ге. Демек, x-іміз біздің 1-ге тең. Неге олай шықты? Қараймыз, теңдеу шешкен кезде бос мүшелерді бірге жинақтаймыз да, 4 мына жақта плюс еді, мына жаққа теріс таңбамен өтеді. Минус 4 болып. 2-ден 4-ті алсаңыздар, минус 2 шығады. Минус 2 мына жақта көбейту еді, ол теңдіктің мына жағына қосу 2 болып шығады. Сонда екеуі бөлініп, бізге 1 деген таңбаны береді. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер тапсырма тест тапсырмалары әр тапсырмаға бір ұпайдан беріледі. Мұна тест тапсырмаларының барлығын істейсіздер. Алғашқы функциясын табасыздар. Алғашқы функция табуды білесіздер. Біріншісін түсіндіріп өтейін. Мұнау бізде алғашқы функция өзі берілген. Яғни біз функцияның өзін табуымыз керек. Алғашқы функцияны кәдімгі функцияға айналдыру үшін бізде дифференциалдаймыз, яғни туынды аламыз. 4 алдына түседі, дәрежесі 1-ге келмейді. Сонда 4x-тің кубы деген есеп іздейміз. 4x-тің кубы мына жерде, және мына жерде 3 жауапта бар екен. Енді косинустың туындысы неге тең? Синусқа ма? Косинустың өзіне ма? Әрине синусқа. Сонда бізде минус синусқа тең, туындысы. Сонда бізде минус пен минус плюс болып кетеді, синус квадрат x. Яғни біріншісінің жауабы бізде а екен. Сол сияқты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 сұраққа жауап бересіздер. Одан кейін маған жауабын түсіріп жібересіздер, мен сіздерді тексеремін. Сау болыңыздар, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жолыққанша.